Егер әлемнің ең үздік ойыншысы тірі аңыз жақында ғана өз YouTube арнасын ашып, бірнеше тәуліктің ішінде 50 миллионнан астам оқырманын жинай білген Криштиану Роналдудың мансабы басқалай болса, дәлірек айтқанда оның мансабын колесо фортуны шешсе қалай болады? Жасымен рейтингіне қарай колесо фортуны да соған деңгейлес клубтар берілетін болады. Бәрі түсінікті болды деген ойдамын, жақсы көрдім, тілеймін. Ендеше Роналдудың алғашқы клубын анықтайық, және бұл бізде франциялық Париж клубы жаман бастама емес. 19 жасар Роналдудың рейтингі 69. Париж клубы Роналдуға потенциалын дамытуға үлкен мүмкіндік. Дико атты шабуылшының орнына біз Роналдуды қоямыз. Ендеше маусым соғына кеттік. Ай, бар болғаны бір ғана ұпай. Егер Труа клубынан бір ұпайға басым болған жағдайда Лига 1-ге жолдамалар еді. Алайда әлі үміт үзілмеді. Париж клубы Лига 1-ге өту үшін плей-офф ойындарын ойнайтын болады. Егер сол жақта жеңсе, Лига 1-ге жолдама алады. Алайда кубокта жолдары бола қоймады. 1-16 финалда Пау клубымен кездесіп, олардан 0-1 есемен есе жіберіп, өз жорықтарын ерте аяқтады. Өте тамаша! Париж клубы Кан клубын 3-2 есемен жеңіп финалға жолдама алды, және қазір біз финалды көретін боламыз. Және тағы да жеңіс 4-3 есебімен өз қарсыластарын жеңіп, осылайша Лига 1-ге жолдама алды. Өте тамаша. Бұл маусымда УЕФА Чемпиондар лигасын Бавария клубы алса, міне қызық. Европа лигасын Реал Мадрид клубы Милан клубын жеңе отыра алды, және Европа конференциялар лигасын Астон Вилла клубы алды. Криштиану Роналду өзінің тұңғыш маусымында 39 ойынға қатысып үлгеріп, және 15 гол соғып, 5 нәтижелі пас берді. Онымен қоса 11 құрғақ ойын өткізіп, өзіне 4 рейтингті қосып, 73 рейтингіне дейін жетті. Роналду өзінің екінші маусымындағы клубын анықтайды, және ол тағы да Париж клубы екінші маусымын жалғастырады. Керемет нәтиже! Париж клубы Лига 1-ге шыға салысымен 11-ші орынды иеленді. Өз басым мұндай нәтижені күтпедім. Кубокта алғашқы қарсыластары Тулуза аттанып, оларды минималды есеппен, яғни 0-1 есемен жеңіп, кубоктағы қадамдарын жалғастырды. Алайда келесі қарсыластары әлемнің ең үздік клубтарының бірі саналатын ПСЖ болды. Олардан өкінішке орай 2-4 есебімен жеңіс тапты. Бірақ та жаман қарсыласты көрсетті дей алмаймыз, 2 голдарын соға алды. Және кубокты бізді жеңген ПСЖ клубы атанды. Бұл маусымда Чемпиондар лигасын Барса клубы алса, Европа лигасын Вильяреал клубы алды, және конференциялар лигасын Фрайбург клубы алды. Роналду бұл маусымда жаман маусым өткізбеді, 37 ойынға қатысып, 19 гол соғып, 2 нәтижелі пас берді, және 6 құрғақ ойын өткізіп, өзіне 5 рейтингті қосып, 78 рейтингіне дейін жетті. Роналдудың кезекті маусымдағы клубын анықтаймыз, және бұл бізде бұл англиялық Манчестер Юнайтед. Шын өмірде де Манчестер Юнайтед Роналдудың екінші клубы болды. Керемет трансфер. Манчестер Юнайтед өзінің сапына өте керемет жас талантты қосты. Енді осы Роналду клубтың жарқын болашағы болады дегенге еш күмәнсіз айта аламыз. Алайда Роналду үшін Манчестер Юнайтед клубы аз ақша құртпады. 50 миллион евроға Париж клубынан сатып алды. Хойланд, кешір, енді сенің орныңа Роналду шығатын болады. Ал біз маусым соңына өтетін боламыз. Ендеше кеттік. Тамаша нәтиже. Манчестер Юнайтед клубы 38 ойында 73 ұпайды жинай отыра 3-ші орынды иелене алды. Алайда мені таңылдырып тұрғаны бұл жерде Астон Вилла клубының 2-ші орны алуы. Қалайша олар 2-ші орынды алды? Олар бұл сезонда өте керемет сенсация жасай алды. Факапқа келсек, алғашқы қарсыластары Тоттенхэм болып, олардан 3-2 есебімен есе жіберіп, өкінішке орай бірден жорықтарын аяқтады. Ал кубоктың иегерлері Манчестер Сити атанды. Карабао каптағы Манчестер Юнайтедтің алғашқы қарсыластары Саутгемптон атанды, және олармен 2-2 есебімен тең ойнасып, пенальти сериясы арқылы жеңіске жетіп, 4-ші раундқа жол тартты. 4-ші раундтағы қарсыластары Арсенал атанды. Арсеналды минималды есеппен жеңіп, ширек финалға жолдама алды. Алайда ширек финалдағы қарсыластары Ливерпуль болып, олардан 2-1 есемен жеңіліп, өкінішке орай жорықтарын ширек финалда аяқтады. Керемет нәтиже. Манчестер Юнайтед клубы өз тобында 13 ұпайды жинап, бірінші орынмен 1-8 финалға өтті. Қалайша RB Лейпциг клубынан
1-2 есемен жеңіліс тапты. Өкінішке орай ұзаққа шаба алмады, ал бұл жолы трофей ұтқан клуб Реал Мадрид клубы. Европа лигасын Интер клубы иеленсе, Конференциялар лигасын Астон Вилла клубы иеленді. Бұл маусымда Криштиану Роналду 38 ойынға қатысып, 17 гол соғып, 4 голдық пас беріп, 10 құрғақ ойын өткізді және өзіне 5 рейтингті қосып, 83 рейтингіне дейін жетті. Кезекті маусымдағы Криштиану Роналдудың клубын анықтаймыз және бұл бізде тағы да Манчестер Юнайтед клубы. Келесі маусымға кеттік. Өте нашар, Манчестер Юнайтед клубы Еврокубоксыз қалды. Алайда бұл маусым қарбаласқа толы маусым болған екен. Факапта алғашқы қарсыластары Питерборо болып, оларды минималды есеппен жеңіп, 4-ші раундқа жолдама алды. 4-ші раундта Колчестер клубымен кездесіп, оларды 2-1 есемен жеңіп, 5-ші раундқа дейін шыға алды және 5-ші раундта олар Вест Хэм клубымен кездесті. Вест Хэм клубын 3-1 есемен жеңіп, келесі кезеңге қиналмастан өтті. 6-ші раундта Халл Сити клубымен кездесіп, оларды 1-2 есемен жеңіп, полуфиналға дейін еш мүлтікпей өтті. Алайда полуфиналда Тоттенхэм клубымен кездесіп, өкінішке орай олардан жеңіліс тапты. Тағы да сол Тоттенхэм екінші рет Манчестер Юнайтедті кубоктан ұшырып жіберді. Бұл жолы пенальти сериясынан. Манчестер Юнайтед тағы да ескі қарсыластарынан жеңілді. RB Лейпцигпен алдыңғы сезонда кездескен болатын және тағы да сол RB Лейпцигтен ұтылды. Өте өкінішті. Роналду бұл маусымда 49 ойынға қатысып, 23 гол соғып, 4 нәтижелі пас берді және 9 құрғақ ойынды өткізіп, өзіне бақандай 7 рейтингті қосып, 90 рейтингіне дейін жетті. Оның жасы небәрі 22-де. Өте тамаша нәтиже. Роналдудың келесі маусымдағы клубын анықтаймыз және бұл бізде испаниялық Барселона клубы. Барселона клубы өзіне португалиялық 22 жасар жас талантты өз сапына қосты. Енді Роналду Барселонаның намысын қорғайтын болады. Онымен қоса Манчестер Юнайтедке Барселона 300 миллион евроны төлеген болатын. Ой, Барселона клубы 38 ойында 80 ұпайды жинап чемпион атанды және одан кейінгі тұрған Атлетико Мадрид клубынан 10 ұпайға басым болған. Яғни біз бұдан Барселона клубының жеке дара көш басып тұрғанын көре аламыз. Бұл маусымда Суперкубокты Реал Мадрид клубы алған. Негізгі есеп 1-1 болып аяқталған, дегенмен де пенальти сериясы арқылы Реал Мадрид жеңіске жеткен. Ал кубокта сол қарсыластары Реал Мадридпен кездесіп, есеп 2-1 болып аяқталып, 1-8 финалға өткен болатын және 1-8 финалдағы қарсыластарын сезбей, 1-ден ширек финалға өте алды. Ширек финалда Альмерия клубын тас-талқан қылдырып жеңіп, 1-2 финалға жолдама алды және 1-2 финалда Алавес клубымен кездесіп, оларды да оңайлықпен жеңіп, финалға дейін жете алды және финалда Атлетико Мадрид клубымен кездесіп, оларды да жеңіп, кубокты иеленді. Ал Чемпиондар лигасында өз тобында 12 ұпайды жинап, осылайша екінші орынды иеленіп, 1-8 финалға өткен болатын. Ал 1-8 финалда өздерінің жақын қарсыластары Бавариямен кездесіп, оларды 4-5 есебімен жеңіп, ширек финалға жол тартқан болатын. Ал ширек финалда ПСЖ клубымен кездесіп, оларды тас-талқан қылып, яғни 2-6 есебімен жеңіп, жартылай финалға жолдама алды. Сәл ғана қалды. Боруссия клубы 2-1 есебімен жеңсе де, 2 ойын қорытындысы бойынша Барселона клубы финалға жолдама алды. Қазір біз финалды көретін боламыз. Финалда 2 испаниялық клуб, қай клуб жеңіске жетеді екен, қазір біз бірге анықтайтын боламыз. Реал Мадрид соңғы 5 ойында 3 рет жеңіске жетіп, 2 рет жеңіліс тапқан. Және егер Барселона клубы бұл жолы жеңіске жетсе, Роналдудың алғашқы чемпион лигасы болады. Қазір ойын нәтижесін көреміз және есеп 2-1. Өкінішке орай жеңіліс тауыпты Барселона клубы алғаш болып Рафиня 11 минутта есепті ашқан, одан кейін Модрич есепті теңестірген және Родриго 73 минутта жеңіс голын соққан. Өте өкінішті. Роналду бұл маусымда 56 ойынға қатысып, 36 гол соғып, 13 нәтижелі пас берген және 19 құрғақ ойынға қатысып, өзіне 2 рейтингті қосып, 92 рейтингіне дейін жеткен. Және Роналду бұл маусымда Ла Лиганың үздік сұрмергені атанды. 36 ойынға қатысып, 27 гол соғып, бірінші орында иеленген. Голдық пас беру бойынша да топ 6-лықтың қатарына кіре алды. Ал Чемпиондар лигасында 12 ойында 6 гол соғып, топ 6-лыққа іліксе, ал голдық пас беру бойынша бірінші орында иеленді, яғни 12 ойында 5 голдық пас берді.
Барселона клубы бұл маусымда өкінішке орай требл жасай алмады, алайда екі трофейдің иегері атанды. Оның бірі Ла Лига болса, бірі Испания кубогы. Егер Чемпиондар лигасында Реал Мадридті жеңген жағдайда требл иегері атанатын еді, бірақ бұның өзі жаман нәтиже емес. Роналдудың келер маусымдағы клубын анықтаймыз, және бұл бізде испаниялық Барселона тағы да екінші маусымын жалғастыратын болады. Тамаша, Барселона бұл маусымда да чемпион атанды. Ендігі жолы олар 38 ойында 90 ұпайды жинаса, Реал Мадрид клубы 38 ойында небәрі 88, яғни 2 ұпай, бірақ не дегенмен де Барселона чемпион атанды, өте тамаша. Ал бұл маусымда Барселона өзінің есесін қайтара алды. Алдыңғы жолы пенальти сериясында Реал Мадрид клубы суперкубокта ұтса, ал бұл жолы бізде Барселона клубы пенальти сериясынан ұтып, осылайша суперкубоктың иегері атанды. Ал Испания кубогындағы ширек финалдағы қарсыластары Хетафе болып, олармен 3-3 есебімен тең ойнасып, соңында пенальти сериясы арқылы жеңіске жетіп, 1-2 финалға жол тартты. Ой, сәл ғана қалыпты. Атлетико Мадрид клубы екінші ойында 2-0 есебімен жеңіске жеткен, бірақ екі ойын қорытындысы бойынша есеп 3-3 және кубок ережесі бойынша келесі кезеңге Барселона өтеді. Және финалда Реал Мадрид клубын 3-2 есебімен тізе бүктіріп, осылайша кубоктың да иегері атанды. Енді қалғаны Чемпиондар лигасы. Чемпиондар лигасында өз тобында 12 ұпайды жинап, екінші орынмен 1-8 финалға өткен болатын. 1-8 финалда олардың қарсыластары Манчестер Сити атанып, оларды 1-2 есебімен жеңіп, әреңдеп келесі кезеңге өтті, және келесі кезеңде Байермен кездесіп, оларды тас талқан қылдырып, оңайлықпен жеңіп, 1-2 финалға оңайлықпен шыққан болатын, және 1-2 финалда өкінішке орай тағы да Реал Мадрид олардың жолын тоқтатты. Өкінішке орай Барселонаның жорығы жартылай финалда аяқталды. Криштиану Роналду бұл маусымда 57 ойынға қатысып, 34 гол соғып, 11 нәтижелі пас берді, және 16 құрғақ ойын өткізіп, өзіне 1 рейтингті қосып, 93 рейтингіне дейін жетті. Бұл маусымда Роналду тағы да Ла Лиганың сұрмерген атанды. 37 ойында 25 гол соқты, өте керемет нәтиже. Ал Чемпиондар лигасында 12 ойында 8 гол соғып, сұрмергендердің қатарынан екінші орында табылды. Ал тізгінді бастап тұрған ол Мбаппе, 12 ойында 9 гол соққан. Криштиану Роналдудың келесі маусымдағы клубын анықтайық, және бұл бізде англиялық Манчестер Сити клубы требл жасауға өте керемет мүмкіндік. Манчестер Сити клубы өзіне 24 жасар шабуылшыны қосты. Енді команданың күшейтіні сөзсіз, және Криштиану Роналду үшін Барселонаға 300 миллион евроны төледі. Манчестер Сити клубы чемпион атанды. Бұл маусымда олар 38 ойында 95 ұпайды жинап чемпион атанған, ал олардан кейінгі тұрған Ливерпуль клубы 38 ойында небәрі 80 ғана ұпайды жинаған. Яғни екеуінің арасы 15 ұпай. Не еткен ғажайып. Англия суперкубогында Манчестер Сити мен Арсенал кездесті. Өкінішке орай Арсенал клубы бұл суперкубоктың иегері атанды. Есеп 2-3. Факаптағы Манчестер Ситидің 6-шы раундтағы қарсыластары Челси атанып, оларды 2-3 есебімен жеңіп, 1-2 финалға дейін жол тарта алды, және 1-2 финалдағы олардың қарсыластары Арсенал атанды, және оларды 1-2 есебімен жеңіп, финалға дейін жол тарта алды, және финалдағы қарсыластары Кристал Пэлас болып, олармен 3-3 есебімен тең ойнасып, соңында пенальти сериясы арқылы жеңіске жетіп, Факаптың иегерлері атанды. Алайда Карабао капта алғашқы қарсыластары Астон Вилла атанып, олармен тең ойнасып, соңында пенальти сериясынан жеңіліс тапты. Чемпиондар лигасында Манчестер Сити клубы 11 ұпайды жинап, екінші орынмен 1-8 финалға өткен болатын, және 1-8 финалдағы қарсыластары Реал Мадрид атанып, оларды 2-3 есебімен жеңіп, ширек финалға жолдама алды. Ширек финалдағы қарсыластар Милан атанып, оларды сезбей 1-2 финалға дейін шыға алды, және 1-2 финалдағы қарсыластары өкінішке орай PSG болып, олардан 2-4 есебімен жеңіліс тапты. Криштиану Роналду премьер-лига сұрмергендерінің қатарында екінші орыннан табылды, 38 ойында 25 гол соқты, ал бірінші орында 16 ойыншы алды. Криштиану Роналду бұл маусымда 61 ойынға қатысып, 39 гол соғып, 17 нәтижелі пас берді, және 12 құрғақ ойынға қатысып, ешқандай рейтингті қоспай, сол 93 рейтингінде қалды. Роналду ендігі маусымдағы клубын анықтайық, және бұл бізде испаниялық Реал Мадрид клубы. Бұл Роналдудың шын өміріндегі клубтардың бірі. Роналду өзінің прайм уақытын осы Реал Мадрид кезінде өткізген болатын. Ендігі сол уақытты қайталай ала ма? Қазір біз соны бірге анықтайтын боламыз. Онымен қоса Реал Мадрид клубы Манчестер Ситиге 270 миллион евроны төледі.
Реал Мадрид бұл маусымда чемпион атанды. 38 ойында 81 ұпайды жинап, бірінші орынды иеленді. Испания кубогында ширек финалда олар Атлетико Мадрид клубымен кездесті және оларды 1-2 есебімен жеңіп, жартылай финалға дейін шыға алды және жартылай финалда Вильярреал клубымен кездесіп, оларды аямай 6-2 есебімен жеңіп, финалға дейін шыға алды және финалда Бетис клубын 2-1 есебімен жеңді. Чемпиондар лигасында өз тобында 13 ұпайды жинап, бірінші орынмен 1-8 финалға өтті. Ой, Реал Мадрид кембек жасап кетті. Бірінші ойында олар 3-1 есебімен жеңіліс тауып, екінші ойында 2-0 есебімен есепті теңестіріп, пенальти сериясында жеңіске жетіп, ширек финалға жолдама алды. Реал Мадрид клубы бұл жолы да кембек жасады және Бавария клубына қарсы алғашқы ойында 1-2 есебімен жеңіліс тауып, екінші ойында 1-3 есебімен жеңіп, жартылай финалға жолдама ала білді. Жартылай финалда өз қарсыластарын, яғни Интер клубын 2-6 есебімен тас-талқан қылдырып жеңіп, финалға жолдама алды. Қазір біз финалда бірге көретін боламыз. Финал Манчестер Юнайтед клубына қарсы. Олар соңғы 5 ойында мүлдем жеңіліс таппаған. Соңғы 5 ойында 3 рет жеңіске жеткен, 2 рет тең ойнаған. Өте қиын қарсылас болары сөзсіз, бірақ Реал Мадрид әлсіз клуб емес. Бұл жолы олар жеңіске жетуі қажет және требл жасауға үлкен мүмкіндік. Қазір ойын нәтижесін көретін боламыз бірден. Және ойын нәтижесі бізде тағы да жеңіліс финалда. Есеп 1-2 Манчестер Юнайтед клубы ЮФА чемпиондар лигасының жеңімпазы атанды. Фернандеш дубль жасаған және Родриго есепті теңестіруге тырысқан. Онымен қоса Европа лигасын Спортинг клубы алса, ал конференциялар лигасын бізде клуб Бруге алды. Криштиану Роналду Ла Лиганың тағы да сұрмергені атаналды. Ол 38 ойында 28 гол соқты. Тек қана Ла Лигада да емес, ЮФА чемпиондар лигасында да сұрмерген атанды. Ол 13 ойында 9 гол соқты. Онымен қоса голдық пас беру бойынша да көшті өзі бастады. Криштиану Роналду бұл маусымда 57 ойынға қатысып, 43 гол соғып, 13 нәтижелі пас беріп, 11 құрғақ ойын өткізді және өзіне 3 рейтингті қосып, 96 рейтингіне дейін жете алды. Роналду енді қай клубта ойнайды екен анықтайық және бұл маусымда ол қай клубта қазір бірге көрейік және итальяндық Интер клубында ойнайды екен. Криштиану Роналду енді өз мансабын Италияда жалғастыратын болады және итальяндық Интер клубы Криштиану Роналду үшін Реал Мадридке 310 миллион евроны төлеген болатын. Тағы да Криштиану Роналду чемпиондыққа қол жеткізе алды. Интер клубы бұл маусымда 38 ойында 87 ұпайды жинап, бірінші орынды иеленіп, чемпион атанды. Ал Суперлигада Наполи клубымен кездесіп, оларды 3-1 есебімен жеңіп, Суперкубоктың иегерлері атанды. Италия кубогында олардың ширек финалдағы қарсыластары Рома атанып, оларды 2-0 есебімен жеңіп, жартылай финалға дейін шыға алды және жартылай финалдағы қарсыластары Ювентус болып, оларды оңайлықпен жеңіп, финалға шыға алды. Ал финалда Милан клубымен кездесіп, оларды 3-0 есебімен жауапсыз голдар соғып, осылайша Италия кубогының иегері атанды. Ал чемпиондар лигасында олар 12 ұпайды жинап, екінші орынды иеленіп, 1-8 финалға шықты және 1-8 финалдағы қарсыластары бірден Реал Мадрид болып, өкінішке орай олардан бірден жеңіліс тапты. Роналду бұл маусымда 50 ойынға қатысып, 42 гол соғып, 10 нәтижелі пас беріп, 18 құрғақ ойын өткізді және өзіне бір рейтингті қосып, 98 рейтингіне дейін жете алды. Роналдудың соңғы маусымындағы клубын анықтаймыз және бұл бізде германиялық Бавария клубы. Енді Роналду Германияда ойнайтын болады. Ол Бавария клубының намысын қорғайды. Негізі Бавария өте мықты клуб және онымен қоса Бавария клубы Интер клубына 320 миллион евро төледі. Роналду тағы да чемпион атанды. Бавария клубы бұл маусымда 34 ойында 81 ұпайды жинап, бірінші орынды иеленді. Яғни айтқанда Роналду алғашқы 2 маусымды санамағанда 8 маусым қатарынан чемпион атанып келе жатыр. Неткен ғажайып бұл статистика. Супер кубокта RB Лейпциг пен Бавария клубтары кездесіп, есеп 1-1 болып аяқталып, соңында Бавария клубы пенальти сериясы арқылы жеңіске жетіп, осылайша Супер кубоктың иегері атанды. Онымен қоса Германия кубогының да иегерлері атанды. Енді алда тек қана бір ғана меже қалды. Ол чемпиондар лигасы. Чемпиондар лигасында олар өз тобында 15 ұпайды жинап, бірінші орынмен 1-8 финалға шықты және 1-8 финалда олардың қарсыластары Атлетико Мадрид болып, оларды
4-2 есебімен жеңіп, ширек финалға дейін шыға алды. Ширек финалдағы қарсыластары Фейнорд болып, оларға жеңілуге сәл ғана қалды. Екінші ойында жеңіліс тапқан, бірақ екі ойын қорытындысы бойынша есеп тең болып, пенальти сериясы арқылы жеңіске жетті. Ой-ой-ой. PSG клубын тас алқан қылдырып жеңіп, финалға жолдама алды, ал финалдағы қарсыластары Арсенал клубы. Қазір біз Арсенал клубы туралы кішкене ақпараттар алатын боламыз. Олар соңғы 5 ойында мүлдем жеңіліс таппаған, 3 рет жеңіске жеткен, 2 рет тең ойнаған. Әрине қиын қарсылас болары сөзсіз, бірақ енді бұл жолы Бавария клубының жеңіске жетуі міндетті. Қазір ойын нәтижесін көретін боламыз, және жеңіске жеткен клуб бізде Бавария клубы өте тамаша. Және Криштиану Роналду бұл жерде алғаш болып есепті ашқан, және одан кейін есепті теңестірген. Коман бізді қайтадан алға шығарған, және одан кейін 79 минутта есепті 3-1-ге жеткізді Криштиану Роналду. Одан кейін Жесус есепті теңестіруге тырысқан. Бавария клубының жанкүйерлерінде қуаныштан шек жоқ, өйткені олардың клубы трипл жасай алды, яғни Чемпиондар лигасын, Германия кубогын және Бундеслиганы ала білді. Өте тамаша. Онымен қоса тағы бір кубокты, яғни мүмкін кубоктардың барлығын алды. Өте тамаша. Криштиану Роналду бұл маусымда 52 ойынға қатысып, 35 гол соғып, 13 нәтижелі пас беріп, 16 құрғақ ойын өткізді. Және өзіне ешқандай рейтинг қоспай 98 рейтингіне қалды. Осылайша Криштиану Роналду 10 маусымның ішінде 499 ойынға қатысып, 303 гол соғып, 82 голдық пас берді. Видео соңына да жетті. Егер видео ұнаса лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер, және пікірге тағы қандай ойыншыға істейін жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.